Бүгінгі сабақта біз осындай жүрекше тәрізде шляпной коробкада біздің дайын гүлдерімізді жинап үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге коробка қажет, яғни қорабымыз қажет. Оның шет жағына мен тишюді осылай жабыстырып қойдым. Ол алдыңғы сабақта бар. Одан кейін мен 2 плитка осындай оазисті алдым. Оны біздің коробкамыздың мөлшерімен өлшеп алып, артығын осылай пышақпен кесіп алып тастаймын. Одан кейін біз осы оазистің сыртын пищевой пленкамен немесе тишу қағазымен орап шығамыз. Өйткені біз шоколадпен жұмыс жасайтын боламыз, ол бізде открытый продукт, сондықтан біз оны жақсылап отырып орап алуымыз қажет. Мен тишу бумагасымен, қағазымен орап шығамын, артын осылай скотчпен жабыстырып шығамын, одан кейін коробкамның ішіне салып қоямын. Қараңыздар, бұл жерде оазис немесе пеноплексті қолдануға болады. Оазисті сіздер гүлдің упаковка сататын жерде немесе гүлдер сататын жерден алсаңыздар болады. Немесе мен сіздерге оптым қай жерден алу керек, соны мен сіздерге даныларын қалдыратын боламын. Ал пеноплексті строительный магазиннен алсаңыз болады. Пеноплексті тура осылай өзіміздің қорабымыздың размерімен өлшеп алып, кесіп ішіне салатын боламыз. Міне, енді біз бұл жүрекшемізді қорабымыздың ішіне салды. Қарасаңыздар, 2 жағы ашық болып қалды. Біздің барлық гүлдеріміз плотно жақсы ұсталып тұру үшін 2 жақ ашық жерлеріне де осы қалған оазисті кесіп, тишумен орап, осылай салып қойдым. Сол кезде біздің гүлдер жақсы ұсталып тұратын болады. Енді осындай дайын гүлдерді мен осы біздің алдын ала дайындап қойған оазистің үстіне кіргізетін боламыз. Менде бұл жерде 30 сантиметрлік шпажкалар, мен оның жартысын қиып алып тастаймын. Сол кезде бізде гүліміз біздің упаковкадан, қорабымыздан бірнеше сантиметрге биік болып тұру керек. Ең бастысы біз ортасынан бастаймыз. Ортасындағы гүліміз бізде биік болу керек. Сондықтан біз оның оазисқа жақсылап отырып кіргіземіз ортасына дейін. Одан кейін келесі гүлдерді ақырындап төмендететін боламыз. Бұл жерде қараңыздар, гүлдердің жанына, араларына, ашық жерлеріне осылай жапырақшаларды немесе кішкентай элементтегі сіздердің малинкаларыңыз, қандай да кішкентай элементтер болса, соларды қосып отырыңыздар. Және де түстер үйлесіміне жақсылап мән беріңіздер. Бұл жерде егерде әртүрлі түстерді қолданып кетсеңіздер, сізде қандай бір комбинированный букет болып шықпай қалады, разноцветный болып кетеді. Сондықтан всегда қараймыз. Енді мән берсеңіздер, қараңыздар, бұл жерде менің жапырақшам жақындамай тұр. Егерде біз пеноплексті қолдансақ, біздің шпажкаларымыз нық қозғалмайдай ұстанып тұрушы еді. Ал оазис бізде кішкене жұмсақ болғандықтан, пенка сияқты, біздің гүлдеріміз кішкене нық ұсталмай тұр. Сондықтан біз әрбір гүлімізді, келесі гүлімізді алдыңғы гүлге жабыстырып отырып, жақсылап отырып нық орнататын боламыз. Сол кезде біздің гүлдеріміз қозғалмайтын болады. Енді қараңыздар, розовый гүлдерді, фиолетовый гүлдерді мен чередовать етіп салып отырмын, және де гүлдердің үлкендігіне, бір-біріне сәйкестігіне мән беріп отырыңыздар. Ең бастысы, бұл жерде бізде ашық жерлер аз қалу керек. Сондықтан біз ол ашық жерлерді тишу қағазымен оңай жаба алатын боламыз. Егерде ашық жерлері көп болып кетсе, біздің букетіміз қатты әдемі емес болып қалады. Міне қараңыздар, менде ортаңғы жақ гүлдерім биіктеуді, ал шет жақтары мен осындай под наклон, былай кішкене қисайтып салып жатырмын. Сол кезде бұл бізде ақырындап переход кетіп отырады. Прямой переход емес, менде ақырындап шет жағына қарай менің гүлдерім біздің коробкаға жақындайтын болады. Сол кезде бізде ортаңғы жағы биік, шет жақтары коробкаға жақын, яғни бізде осындай как шляпочка сияқты жақсы аккуратный букет шығады. Енді қарап отырамыз, қай жерге біз қандай гүлді қосайық. Яғни барлық бір-біріне ұқсайтын гүлдерді бір-бірінің жанына қоя бермейміз. Әртүрлі гүлдерді салсаңыз, сіздің букетіңіз одан сайын әдемі және богато көрінеді. Сондықтан мен қыздарға айтатыным, әрдайым әртүрлі размердегі, әртүрлі әдеміліктегі осындай формаларды алып қойсаңыздар, сіздің букеттеріңіз одан сайын әдемі көрінеді. Мысалы, мына роза менде өте көп вес деп айтса болады, весі үлкен. Сондықтан мен көбінесе қазір размерлері үлкендеу, бірақ весі аз гүлдерге заказ беретін болдым формаларға.
Ол кезде қараңыздар, бізде шоколад өте аз кетеді, ал гүлдеріміз объемный болады, иә. Арасына мен осындай мини розочкаларды қосып отырамын. Егер де біз барлығын үлкен гүлдермен, жапырақшамен жинайтын болсақ, біздің букетіміз кішкене грубый болып шығады, иә. Сондықтан мен арасына осындай мини розочкаларды қосып отырмын. Одан кейін ашық жерлеріне осылай жапырақшаларымызды салып отырмын. Осындай қорапшаларды жинау негізі өте оңай. Ең бастысы біз оазисті қорапшаларымызды алдын ала алып, дайындап қойсаңыздар, сіздер дайын болған гүлдерді тез-тез кіргізіп жасай салуға болады, иә. Бұл менің ойымша бір 15-20 минутта тез жиналатын гүл деп ойлаймын. Өйткені қараңыз, бұл жерде ешқандай скотчпен орап, бұны кішкене қалай айтсам болады, спиральный техника бойынша өз аяғына тұрғызу деген қиыншылықтар жоқ. Бұл жерде бізде главный бір-біріне гүлдерді нық және бір-біріне түс үйлесімі бойынша салып шықсаңыз болды. Енді қараңыздар, бұл жерде біз гүлдерді жинаған кезде әрдайым біз букетімізді әр жағына айландырып отырып қарап отырамыз, иә. Тек қана бір жағын ғана жинай бермеңіз. Әртүрлі жағын жинап отырыңыз, қарап отырыңыз. Сол кезде сіз букетіңізді визуально көріп, уже представлять етіп отырасыз. Аха, мына жерге мынандай гүл қоюға болады, мына жерге мынандай жапырақ қоямыз деп, мен қарасаңыздар, мен букетімді бірнеше рет айландырып, қайта-қайта араларына осылай гүлдерді, жапырақшаларды салып отырмын, иә. Біздің букетіміз дайын болып қалды. Енді шет жақтарына біз осы қалған жапырақшаларымызды және мини розочкаларымызды орнатып шығамыз. Қараңыздар, мини розочкалар бізде қорабымызға, коробкамызға жақын, иә, тиіп тұр даже. Міне бізде осындай шляпочка сияқты аккуратный букет пайда болды, иә. Барлық ашық жерлеріне қалған жапырақшаларды салып шығамын. Одан кейін олардың араларына тишу қағазын кіргізетін боламын. Қарап тұрсаңыздар, ашық жерлері әлі де бар, иә. Оның барлығына мен тишу қағазын кіргізетін боламын. Енді тишу қағазын салып шықтым. Ол видео менде басқа сабақта қарап шықсаңыз болады. Енді қараңыз, біз осындай ортасы ашық гүлдерді мен осындай кондуринмен бояп шығамын. Бұл менде сухой кондурин, оны кондитерский магазиннен алсаңыз болады. Кішкене бөлігін басқа ыдысқа салып аламда, үстіне спиртті құйып, осылай ортасын бояп шығамын. Сол кезде біздің гүлдеріміз нарядный, анандай әдемірек, блестящий болып шығады, иә. Қараңыздар, кондуриннің негізі осындай золотой түрі және де серебристый түрлері болады, иә. Қандай кондуринді қолдансаңыз да, сіз оның үстіне кішкене бір тамшы спирт қосып, осылай жидкий кондуринмен, кисточкамен гүлдеріңіздің ортасын бояп шықсаңыз, гүлдеріңіз выразительный, өте әдемі болып шығады. Мен барлық гүлдерімді бояп шықтым. Енді біз оның сыртын слюдамен жабатын боламын. Міне бізде осындай нежный, әдемі букет пайда болды. Бұндай букетті біз негізі 15 мың, 13 мың аралығында сатамыз. Өйткені бұл жерде бізде коробкасын есептейміз, оазисті есептейміз, тишу қағазын есептейміз және қанша бізде шоколад кетті, соның барлығын есептейміз. Тағда біздің әрбір букетіміз бір шпажкаға кіргізілген, иә. Сондықтан біз өз бағасын шығару үшін осы барлық шоколад, барлық упаковканың ішіне тағда бір упаковка шпажканы қосамыз. Міне мен сыртын осындай прозрачный пленкамен қаптап қойдым. Осындай букетті жасаңыздар, қайталаңыздар. Бұндай букеттер өте тез жиналады және сұранысқа ие букеттердің бірі деп айтсам болады.